Мен Ақылжанова Эльмира Кенжешқызы. Міне 18 жыл бойы менің әр таңым осы ауруханадан басталады. Мен Аягөз аудандық ауруханасының акушер-гинекологымын. Мен өз жұмысымды жақсы көремін. Бұл балалық арман еді. Адамдарға көмектесу, адамдарды емдеу, арманым орындалды. Күнде таңертең аурухананың табалдырығынан аттаған сайын мен шүкір деймін, өзіме сәтті күн тілеймін. Әрине, менің күндерім әртүрлі өтеді. Қолынан ештеңе келмей қалатын сәттер де болады. Сондай кезде өз әлсіздігін үшін жүрегін жарылып кете жаздайды. Көмектесу жолдарын іздейсің, қиналасың. Бірақ менің жұмысымда қуанышты сәттер көп. Ол кішкентай балапандардың өмірге келгені, ананың бақытты жүзі, жаңа өмірдің бастамасы. Мен сіздерді біздің ауруханаға өзім енгізген ноу-хаумен таныстырғым келеді. Бұл арқан мен толғақты жеңілдету. Өз тәжірибеме қазақи үрдісті енгізгім келді. Ата-бабамыздың дәстүрімен арқанмен босану. Және наурыз айында кішкентай нәрестелерді қазақтың ұлттық киіммен үйіне шығару. Башатас, неше апта? Жақсы. Қыздар, Башатастан вызов түстер, тез жиналайық, толғап жатқан әйел бар. Бригада, мені толыстар. Міне тағы бір күн аяқталды. Мен ризамын, күн сәтті өтті. Мұның бәрі перзентхана ұжымның үйлесімді және кәсіби жұмысымның арқасында. Енді мен үйіме барамын. Сүйікті жұмысымнан шығып, сүйікті отбасыма, жарыма, балаларыма қызмет етемін.